неге мен тұтынушы ретінде кейде өзім қалаған тілімде ақпарат ала алмаймын деген сұрақ қояды. Патриотизмді азаматтың сөйлеген тілімен байланыстыру қаншалықты дұрыс? Өте нәзік дүние бар. Кейде мемлекеттік тілді білетін адам өзінің әрекетімен басқаша болып көрінуі мүмкін. Тіл мәселесі төңірегінде қалыптасып жатқан пікірталастарды қалай бағалайсыз? Біздің азаматтар әсіресе әлеуметтік желіде міндеттеу мен мәжбүрлеудің айырмасын түсінбейтін сияқты. Тіл мәселесі қоғамда әрдайым өзекті. Мемлекеттік тілді дамыту және тілдік саясат ұстанымдары төңірегінде жиі пікірталастар орын алып жатады. Осыған байланысты біз бүгін сарапшының пікірін білетін боламыз. Бүгінгі студиямыздың қонағы мәжіліс депутаты Максим Рожин. Максим мырза, студиямызға қош келдіңіз. Негізі Қазақстан қоғамында тіл мәселесі жиі көтеріледі ғой. Сіз осы тіл мәселесі төңірегінде қалыптасып жатқан пікірталастарды қалай бағалайсыз? Жалпы бұл жерде, бұл мәселеде жалпы салқынқандылық керек. Бір жағынан мынау қатты эмоцияға беріліп жатқан азаматтарды да түсінем. Өйткені олардың жан айқайы неге мен тұтынушы ретінде кейде өзім қалаған тілімде ақпарат ала алмаймын деген сұрақ қояды. Немесе неге біздің балаларымыз 11 жыл бойы мектепте оқып қазақша сөйлемей шығады деген заңды сұрақтарды қояды. Бұл сұрақтардан менің ойымша не мемлекет, не халық қашпау керек. Біз осы сұрақтарға ешқандай эмоциясыз, салқынқандылықпен жауап беруіміз керек. Филолог мұғалімдерден сұрауымыз керек. Қандай бізде қателіктер бар, қандай олқылықтар бар. Неге шынымен балалар 11 жыл мектепте қазақ тілінде оқиды, қазақ тілінде сабақ алады, бірақ қазақша сөйлемейді. Бір ауыз сөйлемейді ғой, мысалы кейбір балалар. Осы мәселені шешу үшін билік те, халық та, ғалымдар да атсалысып жұмыс істеу керек деп ойлаймын. Бұл жерде эмоция емес, бұл жерде нақты жүйелі шешімдер керек. Бұл бір. Екінші мәселе, бізде мен байқағаным, мына біздің азаматтар әсіресе әлеуметтік желіде міндеттеу мен мәжбүрлеудің айырмасын түсінбейтін сияқты. Өйткені олар үшін, мен түсінгенім, кейбір азаматтар үшін мәжбүрлеу керек сияқты қазақ тілінде сөйлеу үшін. Менің түсінігімде және менің тәжірибемде міндеттеу керек. Өйткені заң тұрғысынан мысалға тұтынушыға, егер ол қазақ тілді тұтынушы келіп қазақ тілді ақпарат сұраса, заң тұрғысынан оған сол тілде ақпаратты беру, міндеттеу керек беруді. Біз қазір мысалға депутаттар ретінде тұтынушылар туралы заңды қайта қарап жатырмыз. Және сол заңға осы нормаларды қосып жатырмыз. Егер сіздерге тұтынушы келіп қазақ тілде ақпарат сұраса, немесе сұрамаса да сіздер қызмет көрсетуші немесе тауар сатушы компания немесе азамат ретінде сіздер бұл азаматқа міндетті түрде қазақ тілде ақпарат беруіңіз керек деген талапты қосып жатырмыз. Егер мемлекеттік тілде ақпарат берілмесе, тұтынушыға ақпарат мүлде берілмеді деген қағидатты енгізіп отырмыз. Яғни біз не істеп отырмыз? Біз заң тұрғысынан барлық тұтынушымен жұмыс істейтін азаматтар мен мекемелерді міндетті түрде мемлекеттік тілде ақпарат берілу керек дегенді міндеттеп отырмыз. Біз мәжбүрлеп отқан жоқпыз. Жалпы мемлекеттік тіл деген ол айқаймен шешілетін дүние емес, жүйелі жұмыспен, салқынқанды мемлекеттің күнделікті осы мәселеге назар аударумен шешілетін мәселе. Бір өкінішті нәрсе, бір жағынан енді халықты да осы әлеуметтік желіде хейтерлардың да пікірін былай саралап қарайтын болсаңыздар, бір жағынан осы мемлекет осы жылдар бойы бұл мәселені өзімен өзі жіберіп қойған сияқты болып көрінеді. Бірақ арасына қарасаңыз, мысалға өте жүйелі жақсы жобалар да іске асып жатыр. Мысалы мен өзімді айтайын. Мен Астанаға 2006 жылы тілші болып жұмыс істеуге келгем. Келгеннің алдында осы жоғары оқу орнында оқып жүргенімде мысалға мен өзге ұлттарды көп қазақша білетін көрмейтінмін. Енді мен жақта бәлкім көбірек болған шығар, өйткені мен оңтүстік өңірде өстім. Бізде кейін мен бір 5-6 жылдан кейін жоғары курстарда жүргенде біраз жастар жиналып қалған тұғын, ауылда тұрған жастар. Біз тіпті
КВН командасын құрған болатынбыз, жаңағы тек қазақ тілді өзге ұлттардан. Бірақ бұл оңтүстік өңір болатын. Мен дәл солай солтүстік өңірде осындай азаматтарды көп естімейтінмін. Және менің өзімде стереотип қалыптасқан. Оңтүстік өңірдегі өзге ұлттар қазақша жақсы үйренген, білет, ал солтүстік өңірде үлкен мәселе бар деп жүретінмін. Өйткені мен көрмейтінмін, естімейтінмін, оларды шынайы танымайтынмын, сондықтан сондай бір стереотип болған. Енді мен жақында сол туралы бір сұхбатымда айттым. Менің сол стереотипім бұзылды. Мен өткені мысалға жақын арада осы Қызылжар өңіріне бардым. Барсам, мемлекеттік тілге арналған бір үлкен форум екен. Қаншама өзге ұлттың өкілі тап-таза қазақша сөйлеп жүр. Енді әрине біреулер айтуы мүмкін, бұл ол бәрі емес қой деп. Бәрі емес, бірақ баяғыдан көп. Өзгеріс бар дейсіз ғой. Жалпы сіз жаңа айтып кеттіңіз, тұрмыстық деңгейде мәжбүрлеу бар деп, иә. Сол мәжбүрлеу негізі тұрмыстық деңгейдегі неге қандай салдар алып келуі мүмкін? Тұрмыстық деңгейдегі мәжбүрлеу тек қана үйде болуы мүмкін. Ал егер ол өзің танымайтын, мысалға көшеде бір рет көрген, немесе білмеймін, өзіңе бір сол мен осыны мәжбүрлесем екен деп барып мәжбүрлейтін ондай жағдай болатын болса, бұл келеңсіз жағдайға алып келеді әрине. Өйткені кез келген адам өзінікі дұрыс болмаса да өзін қорғаудың амалын жасайды. Бұл өз кезегінде белгілі бір тұрмыстық конфликттерге алып келуі мүмкін, дағдарыстарға алып келуі мүмкін. Егер сен тұтынушы ретінде заңды тұрғыдан өзіңнің құқығыңды қорғап жатсаң, ол бөлек мәселе. Мен мысалға бұл жерде кеше ассамблеяның отырысында президенттің айтқан сөзін мен өз бетімше былай түсіндім. Міндеттеу мәселесінде мемлекет өзінің әрекетін жасап жатыр және жасайды да, бірақ азаматтардың келіп бір-бірін мәжбүрлеуі бұл орынсыз жағдай. Мәжбүрлеу мен міндеттеудің үлкен айырмашылығы бар. Мысалға, егер мен келіп өзім танымайтын біреуге сен міндетті түрде қазақша сөйлеуің керек деп тұрсам, мен мемлекеттің өкілі емеспін, мен мемлекет қызметкер емеспін, жай азамат ретінде. Ол да айтуы мүмкін. Онда менің де құқықтарым бар, сен менің құқықтарымды сақта деп, немесе сыйла деп. Мысалы, бұл келеңсіз жағдайларға келуі мүмкін. Сол үшін мен ойлаймын, міндеттеу мәселесімен мемлекет айналысу керек. Қандай міндеттеу мәселелері бар деп айтуыңыз мүмкін сіз. Мысалға, қазір мектепте орыс мектебі болсын, қазақ мектебі болсын, әр сыныптан сыныпқа өту үшін былтырдан бастап, қателеспесем, оқушылар қазақ тілінен емтихан тапсырады. Егер ол сол емтихан тапсырмаса, келесі сыныпқа өте алмайды. Бұл өте орынды дүние. Мен осындай міндеттеуді қолдаймын. Және де бұл мемлекет тарапынан жасалатын жүйелі міндеттеу болу керек. Дәл солай, мысалға, мен шиновниктердің мемлекет тілді білу керектігін қолдаймын. Бұл да міндеттеу. Белгілі азамат өзінің карьерасын, өзінің мансабын өсіргісі келсе, онда мемлекет міндет қою керек. Айналайын, сен ертең халықпен жұмыс істейтін боласың. Сен алдыңа қазақ тілді де азамат келуі мүмкін. Тек қана қазақша сөйлейтін және қазақша ақпарат талап ететін. Сен сол азаматқа ақпаратты беруге дайын болу керексің ғой. Иә, сондықтан мемлекет осы жерде міндеттеуі орынды. Және бұны мен тағы қайталап айтам, мемлекет және құзыретті органдар айналысу керек. Жай барақат осы мәселені қоя салатын жағдайда болмау керек. Мысалға, мен сізге осы уақытқа дейін айтайын, қазақ тіл қоғамында мен қызмет еттім. Біз талай мемлекеттік тілде белгілі бір ақпарат ала алмаған тұтынушылармен жұмыс жасадық. Қазір тұтынушылар тек қана тұтынушы туралы заңның арқасында мемлекеттік тілде ақпарат алуды талап етіп, сотта жеңіп, өзінің құқықтарын қорғай алатын. Бірақ бұл дұрыс емес қой. Бізде тұтынушылар туралы құқығынан бөлек басқа да заңдар жұмыс істеу керек. Осы мәселемен мемлекет айналысу керек деп есептеймін. Бірақ мемлекет бұл мәселені халыққа ысырып қоймау керек. Бұл өте маңызды мәселе. Және кеше мен ойлаймын, президент осының алғышартын бастаған сияқты. Бізде тілдерді дамыту комитеті бар. Бізде аумақтарда
сол комитеттің уәкілдері бар. Бір өкініштісі барлық аумақтарда жоқ. Мен ойлаймын, мемлекет осы мәселені назарға алу керек сияқты. Және де мысалға тек қана кеше бір азаматтың өте жақсы ойын оқыдым. Неге мен дейді, мемлекеттік тілді ғана білетін шеттен келген қазақпын дейді. Осы елге келіп, өз елім ғой, қазағым ғой, қазақ жерім ғой деп келіп дейді. Кейде өзім қазақша сөйлеу құқығымды біреудің алдында қорғауым керек дейді. Мен осыны түсінбедім дейді. Өте орынды қойып жатқан мәселе. Өткені мемлекет кеше президенттің ассамблея отырысында айтқан сөзі, бұл меніңше екі жақты дүние ғой. Өткені егер сен келіп, мен тек қана мемлекеттік тілде ақпарат алғым келеді, мен тек қана қазақша түсінемін, мен тек қана қазақша ақпаратты қалаймын деп тұрсаң, саған ешкім келіп, сен қазақша сөйлеме, сен қазақша ақпарат сұрама демеу керек. Міне осы да мысалға орынсыз жағдай. Осы да этикаға жатпайды жағдай деп қабылдану керек. А бізде осы мәселеде мысалы көп конфликт туындайды. Егер азаматтар немесе мекеме қызметкері қазақша ақпарат бере алмаса, онда аудармашы болсын, немесе қазақша білетін азамат келіп сол ақпаратты берсін. Ешкім ешқандай бір сондай үлкен претензия қойып жатқан жоқ қой. Осы жағынан, осы тұрғыдан мен ойлаймын, президент екі тараптың да құқығы қорғалу керек деп баса айтты. Және мәжбүрлеу мен міндеттеудің айырмасын түсіндірген сияқты. Неге қазақ тілі эволюциялық жолмен даму керек деп айтады? Өйткені бұл жерде бірнеше мәселе бар. Бірінші мәселе, қазақ тіліне сыртқы әсер бар. Қазақ тіліне қосылып жатқан мынау әлемдік жетістіктермен қатар жаңа терминдер келіп жатыр. Бұл бір. Екінші мәселе, қазақ тілінде мысалға кейбір лингвистердің айтуы бойынша кейбір сөздердің жазылуын өзгерту керек сияқты дейді. Мысалға, қарапайым мысал айтайын, мен лингвистермен көп сөйлесем, баяғыда мемлекет деп жазылатын. Мемлекет. Енді сол түсіп, қазір мемлекет деп жазып жүрміз. Сол сияқты кейбір сөздерде сондай бір өзгерістер бар. Ол лингвистердің жұмысы. Мен оған мысалға қатты көп араласпай, бірақ қызыққаннан кейін мен осыны естіп жүрем. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, біз қазір латын әліпбиін айтып отырмыз бірнеше жылдан бері. Оның жақтаушылары бар, оның қарсыластары бар. Кей жағдайда мен тіпті азаматтарды білем, басында жақтап, қазір жақтамай жүргендер де бар. Оның бірнеше варианттары болған. Осы даудамайдың ішінде мен бір ғана нәрседен қорқамын. Біз осы барлық мемлекеттік тілдің айналасындағы осындай күрделі реформа мен жұмыстардың артында үлкен апаларымыздың, аталарымыздың, оның алдында жазылған барлық еңбектеріміздің қалып қойғанын қаламаймын. Өйткені қазақтың мен үшін үлкен трагедиясы алфавиттің 100 жылда 2 рет, 3 рет ауысуы. Төте жазумен жазды, Қытайдың қазағы мысалы төте жазумен жазады. Одан кейін латынға көшті, төтеден қашамыз деп латынға көшті, латыннан қашамыз деп кириллицаға көшті. Бір қауым қазақ білімсіз болып қалды, бір пәсте. Жай ғана реформаның кесірінен. Бұл қазақтың үлкен трагедиясы. Және біз қазір тағы 4-ші осындай реформа жасайын деп отырмыз. Көп азаматымыз оған бәлкім тез бейімделетін шығар. Өйткені жастар қазір латын әріппен жаза береді. Мысалы, мен қарап отырам, бір-бірімен латын қарпімен жазысып, қазақ тілінде бірақ жазысып отырады. Жастарға қиын болмайтын шығар. Бірақ мынау орта буын, аға апаларымызға қиын болып қалмай ма деген қорқынышым бар. Бұл бір. Екінші мәселе, осы жерде біз кәдімгідей байыппен жұмыс жасауымыз керек сияқты. А бұл жерде байыппен тек эволюциялық жол ғана көмектеседі. Өйткені тек қана алда мына жерде тез өзгерт деген жұмыстар тіл деген нәзік дүниеге өте кері әсерін тигізеді. Үшінші мәселе бар. Үшінші мәселе, мынау қазір шығып жатқан біздің бала бүлдіршіндерімізге шығып жатқан контент. Мысалға,
шынын айту керек, осы уақытқа дейін біз қанша жылдан бері аңсап жүрдік, біздің кітап сөрелерімізде қазақ тілді кітап басылымдар көп болса екен деген арман болды. Қазір міне бірте-бірте мен кеше ғана Астанада өтіп жатқан көрмеге, кітап көрмесіне, ұлттық кітап күніне арналған кітап көрмесіне бардым. Қаншама өте сапалы, жоғары деңгейде, тек қана мынау сырт келбеті ғана емес, ішкі мазмұны да өте сапалы жасалған қазақ тілді шығарылымдар көп. Кеше бір жазушы ағамыз сол шарада мынандай бір жақсы дүние айтты. Бізде былтыр деді 3 мықты қазақ тілінде роман жазылды дейді. Біз үшін деді ол үлкен жетістік. Қазір біз 3 романға қуансақ, алдағы уақытта бізден тұтынушы одан көп контент сұрайтын болады. Біз сол контентке дайын болуымыз үшін қазір кеше осы эволюциялық жолды бастап кетуіміз керек еді. Бірақ өкінішке қарай кейбір мемлекеттік бағдарламалардан олқылықтар да болды. Мысалға, ақша бөлінеді, кітап аударылады, бірақ оның сапасын ешкім қарамайды. Бұл кикілжін тіпті кейбір біздің оқулықтарға да көшті. Біз талай көреміз желіден. Азаматтар мына жерде неге мынау сапасыз аударылған, немесе мына тапсырманың мазмұнын мен мүлдем түсінбедім деп жататын ата-аналар да бар. Өте орынды жанайқай, өйткені ата-ана түсінбеген нәрсені бала қалай түсінеді ертең. Бұл үлкен проблема мемлекет деңгейінде шешілу керек деп есептеймін. Бізде арнайы тіл комитеті бар. Оған бөлініп жатқан арнайы қаражат бар. Сол қаражат сапалы игерілу керек, және сол сапалы игерілудің арқасында біз сапалы контент, кітап, шығарылым, тіл айналасындағы барлық лингвистикалық жұмыстардың, ғалымдардың жасаған жұмыстардың тілге, мемлекеттік тілдің дамуына сапалы нәтижесін беру керек сол жұмыстар. Бізде жалпы осы уақытқа дейінгі жағдайда сол ақшалар бәлкім кей тұстарында сапасыз жұмсалған шығар деп есептеймін өз басым. Максим мырза, айтыңызшы, жалпы негізі патриотизмді азаматтың сөйлеген тілімен байланыстыру қаншалықты дұрыс? Бұндай жағдай қаншалықты кең тарауда деп айтуға болады? Енді бұл жерде өте нәзік дүние бар. Кейде мемлекеттік тілді білетін адам өзінің әрекетімен басқаша болып көрінуі мүмкін жағдайлар бар. Кей жағдайда мемлекеттік тілін мүлде білмейтін, бірақ мемлекеттік тіл орындалу керек, мемлекеттік тіл өзінің орнында болу керек, мемлекеттік тіл өзінің тұғырында болу керек деп жан айқайын салып жүреді ол азамат. Кейде, мысалға кейде ондай азаматтар тіпті қоғамдық сондай бір серпіліс орын алатын жағдайларға ұйытқы да болып жүреді. Бірақ барлығына қазақ тілінің тұғырына қондыруды міндеттейтін адам өзінің тұғырына қазақ тілін әлі қондыра алмай жүр. Мен үшін бұл нонсенс нәрсе. Ондай да азаматтар бізде бар. Менің түсінігімде осындай азаматтарды президент тіл мәселесін қалқан етіп, желеу етіп, өзіне бір бонус жасап, немесе арнайы бір басқа да мақсаттармен мемлекеттік тілдің былайша айтқанда мәселесін өзінің пайдасына шешіп жүрген азаматтар жоқ емес деп ойлаймын. Осы жерде сол азамат шынымен де патриот па деген сұрақ тууы мүмкін. Егер ол өзі тілді білмесе, бірақ тілді насихаттап жүрсе. Бізде мынандай да азаматтар бар. Мемлекеттік тіл, мен мемлекеттік тілге назарымды мансап үшін ғана аударып отырмын деген азаматтар да бар. Кейбір азаматтар бар, мен осы мемлекетте тұрғаннан кейін мемлекеттік тіл менің міндетім, мен білуім керек, сол үшін мен үйреніп жүрмін деген азаматтар да бар. Менімше, өзіне бірінші міндетті жүктейтін, сол міндетті орындайтын, және егер мемлекеттік тіл айналасында міндеттерді өзіне бірінші жауапкершілік көретін азаматтар, және сол жауапкершілікті көрмей ғана олар сол жауапкершілікті мойындарына алып, өздерінің алдында тұрған уәдесін орындап, мен мемлекеттік тілді білуім керек пе, мен жаттаймын, мен үйренем, және бір көріп отырасың, бір жыл, 2 жылдан кейін, жарты жылдан кейін кейбіреулер
мемлекеттік тілде бір-екі ауыз сөз әйтеуір сөйлеп жүргенде, мұны осы азаматтардың сөз бен ісінің алшақтығы жоқ азаматтардың қандай патриот екенін көресің. Максим, айтыңызшы, мысалы өзіңізде жаңа айттыңыз, өзге ұлттың балалары қазақ тілін үйренушілердің саны көп деп. Бүгінгі таңда сондай азаматтардың бірі өзіңізсіз ғой. Өзіңіз қалай бағалайсыз ол кісілердің жасап жатқан жұмысын, ол кісілердің халыққа көрсетіп жатқан үлгісін? Мынандай нәрсе бар да, маған баға беру өте қиын. Ар тұрғысынан мен түсіндірейін. Егер мен мемлекеттік тілді мына орта жаста 20-25-30 жаста келіп үйреніп, уақытымды, ақшамды, күшімді жұмсап үйренсем, мен баға бере алатын едім. Өйткені мен дәл сол жолдан өттім, мен күш салдым. Сондықтан мен секілді күш салып үйреніп жүргендерге сырттан отырып, нәтижеге жеткен адам деңгейіндегі отырысымда мен айтар едім, бұл жағы осылай үйреніп жүр, мынау күш салмай жатыр деген сияқты. Мен олай айта алмайтын себебім, мен мемлекеттік тілді ойнап жүріп үйрендім. Бала кезде үйрендім. Ол кезде мен 6 жастамын. Сол 6 жасымда көшеге шығып, асық ойнап немесе ләңгі ойнайын деп жатқан кезде, мен қазір мемлекеттік тілді үйренсем, ертең мансап қуам ғой деп ойлайтын адам емеспін. Мен 6 жастамын бар болғаны. Және мен ойнап жүріп үйренгеннен кейін, Құдайдың маған сол сый ретінде мемлекеттік тіл келгеннен кейін, мен оны бір жалпы мақтанып, шіреніп, мен мемлекеттік тілді міне үйреніп алдым, көрдіңіздер ма деген түсініктегі адам емеспін. Мен осы уақытқа дейін де айтқам, осындай ұстанымда адамым. Менің жетістігіме қарағанда, мемлекеттік тілді кітаптың алдында отырып жаттаған, өзінің қаражатын, өзінің уақытын жұмсаған адамның алдында мен өзім басым ием. Өйткені ол адамның еңбегі шынымен еңбек. Менікі ойын. Ол азаматтардікі еңбек. Өйткені мендегі жағдай ол азаматтарда жоқ болған. Ол адамдарда орта жоқ. Ол адамдар бәлкім орыс тілді ортада өсу мүмкін. Мысалға, менің достарым бар, әріптес достарым бар. Бір ғана қазақ отбасы болып ауылда тұрған азаматтар. Бірақ ата-анасы үйде, сендер басқа жерде қай тілде сөйлесеңдер, өздерің білесіңдер, бірақ үйде сендер қазақ тілінде сөйлесесіңдер деп кезінде талап қойған. Осындай талапшылдық, осындай міндеттеу отбасыда орынды деп есептеймін. Ал енді жаңағы мемлекеттік тілді үйреніп алып, немесе бізде қазір мынандай да дүние бар. Менің баламның болашағын мен Қазақстанмен байланыстырам дейтін әке-шеше өзге ұлттың отбасыларында өзінің балаларын қазақ мектебіне беріп жатыр. Қазақ балабақшасына беріп жатыр. Және олар білет, ертең ол бала мектептен келіп үйдің тапсырмасын орындап жатқанда, бұл әке-шеше бұған көмектесе алмайды. Өйткені бұл мемлекеттік тілде білмейді, сөйлемейді. Сондықтан сол ата-ана адам жалдайды. Қазақ тілін білетін мұғалім болсын, немесе мемлекеттік тілді біліп, немесе қазақ мектебін бітірген бір адамды жалдап, осы баламен сабақ жасауға ақысын төлейді. Осы азаматтардың мемлекетпен болашағын байланыстырған азаматтардың әрекеті құптарлық жағдай деп есептеймін. Және біз осындай азаматтардың көкірегінен теппеуіміз керек. Біз бұндай азаматтарды қолдауымыз керек. Маған осындай азаматтар көп хабарласады. Мен қалай жасасам екен, мен баламды орыс мектебіне емес, қазақ мектебіне бергім келеді. Қандай көмек берер едіңіз, қандай ақыл айтар едіңіз дейтін азаматтар. Кей жағдайда ол азаматтар қазақ мектебіне барса, қазақ мектебінде сол балалармен қиналатын білетін мұғалім, сіз бәлкім орыс мектебіне беріп көрерсіз деп айтады. Давайте ашық сөйлесейік осы мәселеде. Бұл қаншалықты патриоттыққа жататын мәселе. Менің ойымша, ол азаматтарды қайта құшақ жая қарсы алып, сол қазақ мектебінде бар күшті салып, қазақша үйретіп шығу керек. Міне сол патриотизм. Тағы бір мәселені айтайын. Бізде өзге ұлт болса да, мемлекеттік тілді басқаларға үйретіп жүрген азаматтар жетіп жатыр.
кеше ассамблеяда біразын президент марапаттады, бірнешеуі президент алдында сөз сөйледі ассамблеяны құттықтап. Мысалға, біразын қарасаңыз, ол азаматтар өз ниетімен келіп, уақытысында мемлекеттік тілге деген сүйіспеншілігі артты ма, белгілі бір қажеттілік болды ма, әртүрлі себеппен мемлекеттік тілді үйреніп, енді өздері жүріп өткен жолды басқаға да жүріп өтуге көмектесіп жатыр. Міне сол азаматтардікі мен патриотизм деп есептеймін. Бәлкім біреулер үшін арасында ол бизнес те болуы мүмкін. Бірақ ол бизнесті қазақтың мүддесі үшін жасап жатыр. Олар мемлекеттік тілді үйретіп жатыр. Иә, олардың мектептеріне, олардың курстарына, немесе сабақтарына адамдар ақы апарып төлейді. Төлесін. Олар өткені қазақтың мүддесі үшін жұмыс жасап жатыр. Кейде мен кеше ғана бір әріптесіммен сөйлескенде қатты бір таңғалған және өкініп қалған дүнием бар. Менің әріптесім, атын айтпай қояйын, қазақ тілінде сабақ берген адам, қазақ мектебінде жұмыс істеген адам, басшылықта болған адам. Бірақ орыс тілді ортада тұрып, орыс мектебінде оқыған екен. Бала кезде. Енді қазір кейде дейді, мен сөйлеген кезде ң әрбін айта алмай қалатыным бар дейді. Бірақ ң әрбін айта алмай қалған кезде дейді, видео енді әлеуметтік желіге тарайды, неге тарайды, маған сын айтады азаматтар дейді. Сен ң әрбін айта алмайды екенсің дейді. Вот сол қаншалықты маңызды мәселе деп есептеймін мен. Жаңағы ңды айта алмайтын адам үшін ол маңызды. Бірақ соның ң айта алмайтыны, бірақ мемлекетке қызмет жасап жатқаны маңыздырақ сияқты, менің ойымша. Біз өте сыншыл халықпыз. Және мемлекеттік тіл мәселесіне келгенде біздің сыншылдығымыз 10 есе көбейіп үлкейетін сияқты. Біз мысалға адамның қате сөйлеп, бір қате сөзін айтып, немесе ойын дұрыс жеткізе алмай қалған жағдайды өте қатты кедергі көреміз ба, жоқ әлде бір өзімізге алып келген бір құрметсіздік деп қараймыз ба, мен түсінбеймін осы мәселені. Өйткені бұл кейде сыншылдық және сондай бір адамға деген көзқарас сол адамның тілден бетін қайтарып жібереді. Мысалға, кейбір азамат, кеше ғана бір әлеуметтік желіде бір жас қарындасымның несін көріп қалдым, пікірін. Ол былай жазады: мен 16 жасымнан бастап қазақ тілін үйреніп жүрмін дейді. Мен әке-шешем, орыстың қызы, мен әке-шешем дейді, қазақ тіліне және ағылшын тіліне курстарға жаздырып мені оқытқан. Мен ағылшын тілін тарта алмадым, бірақ қазақ тілі маған ұнап, ұстаз жақсы болды, маған бір сондай сүйіспеншілікті жүрегімде ұялатты. Мен қазақ тіліне 4 жыл курсқа бардым дейді. Түгел фонетикасын, түгел грамматикасын, түгел білем дейді. Бірақ мен бір-ақ нәрседен қорқатынмын дейді. Мен шығып ертең бір нәрсені дұрыс айтпасам, мені қатты сынға ала ма дегеннен қорқатынмын дейді. Мен ойлаймын, кейде адамның мына ниетін бұзбас үшін, адамның қорқынышын тудырмас үшін біз кешірімді болу керек сияқтымыз. Қандай мәселеде кешірімді болуымыз керек? Адамның сөйлей бастағанда қате жіберетінін біз түсінуіміз керек. Ешқайсымыз бір дестен келіп дұрыс сөйлеп кетпегенбіз. Біз ешқайсымыз басқа тілді үйренгенде бір дестен сол тілдің өзінің туған азамат секілді сөйлемегенбіз. Дәл солай басқа да азаматтар қазақ тілін үйреніп жатқан кезде бірден таза, әдемі, шұрайлы, абайдай сөйлемейді. Негізі, Максим, сіз өзіңіз қалай ойлайсыз, қазақ тілінің пайдалану несін кеңейту үшін не істеу керек деп ойлайсыз?
Жалпы бірінші кезекте қазірдің өзінде ол әрекеттер бар. Мысалы қазір жастар мемлекеттік тілде неше түрлі өте креативті өлеңдерді жазып, қарап отырсаңыз қазақ тілінде контент жасап. Тіпті мен сіздерге айтайын, мысалға бір өте керемет мен үшін үлгі айтатын, үлгі ететіндей, үлгі ретінде көрсететіндей бір жақсы жоба, қазақша жаз деген жоба бар. Оны біздің жастарымыз бар, Белла Орынбетова деген танымал журналист қыз, қоғамдық қызметкер, жалпы сондай қоғамдық белсенді азаматша Белла Орынбетова және бірнеше топ жас балалар бастаған болатын кезінде. Қазақша жаз. Қазақша жаз жобасы ешқандай айқай-шусыз, ешқандай ұрыссыз, бір сондай мәжбүрлеусіз, жай ғана ескертумен, жай ғана өтінішпен, сыпайы түрде бұл жобаның ең басты мақсаты мемлекеттік тілде мемлекеттік мекемелерді, квазигос компанияларды, үлкен алпауыт мекемелерді қоғамға мемлекеттік тілде ақпарат жеткізуге міндеттеу. Яғни ол азаматтар, мысалға, бір пәсте 120 мекемеге хат таратады. Армысыз, мен қазақ тілінде ғана ақпарат алатын адам едім. Мына сіздердің әлеуметтік желіде парақшаңыз тек орысша жүргізеді екен. Сіздің ақпаратыңыз өте қызық екен. Бірақ мен түсінбеймін, өкінішке орай. Осы ақпаратты өтініш сіз қазақша жаза аласыз ба деп сыпайы түрде хат жазады. Сыпайы түрде жазылған хаттың нәтижесі талай мекемені, әлеуметтік желілері мен сайттарын қазақшаландырды осы азаматтар. Жас жігіттер, Мақсат Мәлік деген азамат осы жобаның басы қасында жүрген. Мен үшін осы азаматтардың сыпайылығы мен қыңырлығының арқасында осы азаматтардың мемлекеттік тілге әкелген пайдасы жалпы айқай-шумен, ұрыс-керіспен мемлекеттік тілге келген пайдамен екеуін салыстыруға да келмейді. Өйткені айқай-шумен, ұрыс-керіспен, қоғамда бір сондай дүрбелең туғызумен біз мемлекеттік тілді ешқашан жоғары деңгейге көтере алмаймыз. Ол сол баяғы ұрыс-керістің тілі болып қала береді. Біз келесі деңгейге өтуіміз керек. Жаңағы қазақша жаз жобасы секілді мысалға азаматтардың. Мен ойлаймын, біз мемлекеттік тілді бір үлкен дүрбелеңге, сондай бір өте ұсқынсыз көрінетін жағдайларға қимауымыз керек. Және де мемлекеттік тілді білетін азаматтар үнемі интеллигенция, озық ойлы, прогрессивті, болашақта Қазақстанға үлкен пайдасын алып келетін азаматтардың тілі деп барлық жерде көріну керек сияқты. Міне осы қазақ тілінің болашағы деп есептеймін. Максим мырза, әңгімеңізге көп рахмет. Құрметті көрермендер, осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Көтерілген мәселеге қатысты қандай да бір ойларыңыз болса, біздің арнамызға жазылып пікір қалдырыңыздар. Сау болыңыздар.